Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен оливье салатының рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қайнатылған ет, тұздалған қияр, қайнатылған жұмыртқа, қайнатылған сәбіз бен картоп және де горох, майонез керек. Енді картопымызды 4 бұрышты етіп майдалап турап шығамыз. Сәбізді, тұздалған қиярды, етімізді және де жұмыртқамызды тура осы картоп сияқты 4 бұрышты етіп тураймыз. Барлық керек заттарымызды турап болған соң үстіне горохымызды суымен бірге құямыз. Салатымыз құрғақ болып қалмас үшін енді үстіне майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай шым-шым тұз саламыз. Бұл салатты әркім әртүрлі атайды. Бірі оливье десе, енді бірі мясной салат дейді. Бұл салат еш уақытта дастарханның сәнінен кетпейді. Кез келген қонаққа ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын сіздермен бірге Тоғжан. Каналымда күн сайын жаңа рецепттер.